Жабайы сауданың жайы Қордайда әлі де өзекті. Жергілікті әкімдік жоспарлы жұмыс жүргізіп жатса да түйін әлі толық тарқамапты. Оған не себеп? Мәселенің мәнін білу үшін тілшіміз базарға барып қайтты. Рейдтер ұйымдастырылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілгенімен талапқа бағынбайтындар азаймай тұр. Саудагерлер адам көп жиналатын жол жиегімен базар маңын жағалап, рұқсатсыз жұмысқа кіріскен. Бұл өз кезегінде әлбетте ауылдың көрінісіне кері әсер етеді. Әкімдіктен бутик берілмейді ғой, бұл жердегі әрқайсысының өзінің жеке меншігі ғой. Бізге бутик берілмейді. Бірақ мен енді осы мына жерден орын алып жатырмын. Бала-шаға бау, конечно. Еріккеннен отырмайды ғой ешкім. Тыйым салып келген кездерде болды, штрафты да алдық. Көп штраф алған мен шығармын осы жерде. Нақты орны, сауда нүктесі жоқ азаматтармен де тілдестік. Белгілі бір нысанға баруға қаржылық жағдайымыз сай емес дейді олар. Айлығы шайлығынан аспайтын ағайын жалға алу ақысының қымбат екеніне наразы. Енді не істейміз, местамыз жоқ. Бала-шаға бағу керек, 5-6 бала-шаға асыраушым жоқ. Не істеймін енді? Мен арендадан бар, жолдың арғы бетінен снимать еттім, бірақ ол жақтан адам жүрмейтін болғаннан кейін ояққа мен қалай сатамын? Саудам жоқ, оны арендасын шығара алмаймын. Сол үшін осы жерге келіп тұрмын. Мәселемен жергілікті әкімдікте етене таныс. Өз кезегінде түйінді тарқатып, жағдайды ретке келтіруді көздеген олар бұған дейін бірнеше шешім де ойлапты. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Қордай ауылдық округі бойынша бізде мамандар күнделікті жаңағы заңсыз саудамен күнделікті айналысады, күнделікті барады, тиісті деңгейде базар басшысымен сөйлесіп, орындар тауып берілді. Бірақ дегенмен ол кісілердің арендасы бар дегенде қымбатқа кеп соғып отыр. Барған сайын айыппұлын саламыз. Айыппұл көлемі негізі 10 айлық есептік көрсеткіш. Егерде 7 күннің ішінде төлесе, 5 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұлдарын төлеп жатыр. Айта кетейік, жабайы сауданы жою Қордайдың көркі аса маңызды. Қазір бұл мәселе төңірегінде нақты келісім жоқ. Bir тарап заң талаптарын күшейтуді көздейді, ал екіншісі күнкөріс қамын алға тартады. Ал нысанды жалға алу құнын төмендету үшін жеке кәсіпкерлердің келісімі керек. Айгерім Қожабайқызы, Бақтияр Бақтыбайұлы, Қордай 24 News.